Сәлем балалар, 3 сынып математика 89 сабақ. Құрылымы күрделі теңдеулер тақырыбы. Сен көбейтумен бөлуге берілген құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді үйренетін боласың. Бірінші тапсырма: есептеулерді орындасаң, балалардың қайсы кітапханаға неше рет барғанын білетін боласың. Әлия, 18 мен 2-ның көбейтіндісі 36-ға тең, 36 мен 12-ның бөліндісі 3, 3 пен 20-ның көбейтіндісі 60. Демек, Әлия кітапханаға 60 рет барған. Дәулет, 360 пен 6-ның бөліндісі 60, 60 пен 20-ның бөліндісі 3, 3 пен 30-ның көбейтіндісі 90. Дәулет 90 рет барған. Марат, 360-ті 3-ке бөлсең 120, 120 мен 60-тың бөліндісі 2, 2 мен 38-дің көбейтіндісі 76. Марат 76 рет барған. Әсел, 280 мен 10-ның бөліндісі 28, 28 2-ке бөлгенде 14, 14 пен 10-ның көбейтіндісі 140-қа тең. Демек, Әсел ең көп 140 рет барған екен. Екінші тапсырма: теңдеулерді қалай шешуге болатынын түсіндір. Оң және сол жақ бағандардағы теңдеулерді салыстыр. Олар қандай айырмашылық пен ұқсастығын барын байқауға бола ма? Оң жақта x көбейту 30 тең 210-ға. X-ті 5 пен 6-ның көбейтіндісіне көбейткенде 210-ға тең болады. Демек, оң жақтағы теңдеуіміз жай теңдеу, ал сол жақтағы теңдеуіміз күрделі теңдеу болып табылады. Өйткені сол жақтағы теңдеу екі амал арқылы орындалады. Теңдеулерді шешейік. X-ті табу үшін 210-ды 30-ға бөлеміз. Демек, X 7-ге тең болады екен. Ал енді күрделі теңдеуімізді шешіп көрейік. Бұл теңдеуді бірден шешуге бола ма? Қалай ойлайсың? Әрине, математикада оны ықшамдау қажет деп айтады. Яғни, қарапайым түрге келтіру. Оны қалай орындауға болады? Сен оған екі теңдеуді салыстыра отырып жауап бере аласың. Теңдеудің сол жағындағы көбейтіндіні табу қажеттігін түсінген шығарсың. Солай ма? Олай болса, 5 көбейту 6. Өрнегін орындайық. Содан кейін біз өзімізге таныс теңдеуді аламыз. Оны шешу оңай болады. Яғни, x көбейту 5 пен 6-ның көбейтіндісі 30 тең 210-ға. Қарапайым жай теңдеуге айналды. Балалар, мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап алу қажет болады. Бұл теңдеуді ықшамдау деп аталады. Үшінші теңдеулерді шеш. X көбейту 25 бөлінген 5 тең 350. Теңдеуді ықшамдап алайық. X көбейту 5 тең 350-ге. Мұндағы X-ті табу үшін 350-ді 5-ке бөлеміз. X 70-ге тең болды. Ары қарай теңдеуді тексеріп көрулеріңе болады. Тапсырмасы 40 көбейту 3 тең X тең 6-ға. Мұндағы 40 пен 3-тің көбейтіндісін 120 деп жазып аламыз. Ал енді X-ті табу үшін 120-ны 6-ға бөлеміз. X 20-ға тең болады. Әрі қарай теңдеуді тексеріп көретін боламыз. Б тапсырмасы: X тең бөлінген 15 көбейту 2 тең 3. Жақша ішіндегі амалды ықшамдап аламыз. 15 пен 2-ның көбейтіндісі 30-ға тең. X табу үшін 30-ды 3-ке көбейтеміз. X 90-ға тең болады. Ал енді теңдеуімізді тексеріп, X-ның бастапқы мәніне 90 санын қойып, теңдеудің мәнін шығаруға болады. А тапсырмасындағы теңдеу қосу 120 бөлінген 4 тең 150-ге. Мұндағы 20 мен 4-тің бөлінісі 30 деп жазып аламыз. Ал енді К-ны табу үшін 150-ден 30-ды кемітеміз. К 120-ға тең болды. К-ның орнына 120-ны қоямыз. 120 бөлінген 4. 20 мен 4-тің бөлінісі 30. 120-ны 30-ға қосқанда 150. Демек, 150 тең 150-ге теңдеуіміз дұрыс шықты. Әрі қарай тапсырмасындағы екінші теңдеуді орындаймыз. Мұндағы 25 пен 5-тің бөлінісін 5 деп жазып аламыз. Және де X-ті табу үшін 450-ді 5-ке бөлеміз.
x 90-ға тең болады. Енді x-тің бастапқы мәніне 90 санын жазып, теңдеуді әрі қарай жалғастырамыз. Б тапсырмасындағы екінші теңдеу. S көбейту 50 мен 2-ның көбейтіндісі 100 тең болады 500-ге. S-ті табу үшін 500-ді 100-ге бөлеміз. S 5-ге тең болады. Теңдеуді әрі қарай тексеріп көруге болады. Төртінші А тапсырмасы жауаптарын сандықтан тап. 12 мен 2-ның көбейтіндісі 24. 600 бен 300-дің бөлінісі 2. 140 бен 20-ның бөлінісі 7. 12-ні 4-ке көбейткенде 48 болады. 48 бен 2-ның бөлінісі 24. 7-ні 12-ге көбейткенде 84 болады. 350 мен 5-дің бөлінісі 70. 600 бен 20-ның бөлінісі 30. 48-ді 4-ке бөлгенде 12 шығады. 6-шы ә есебі осындай 6 мысал құрастыр. 30 бен 2-ның бөлінісі 15, 12-ні 3-ке көбейткенде 36, 33-ті 11-ге бөлгенде 3 болады. Ал 80-ді 4-ке бөлгенде 20, 900-ді 3-ке бөлгенде 300, 20-ны 40-қа бөлгенде 800 шығады. 5-ші тапсырма сызба бойынша өрнек құр, амалдардың орындалу ретін белгілеп, өрнектердің мәнін тап. Демек, ең бірінші 810-ды 9-ға бөлеміз. Өрнектің мәні 90-ға тең. Ал енді 90-ды 5 есеге арттырамыз. 450 болады. Бұл өрнекті осылайша қалдырып, келесі өрнекті орындаймыз. 40 пен 9-дың көбейтіндісі 360-ға тең болады. Ал енді 450 мен 360 сандарын қосамыз. Қосындының мәні 810-ға тең болады. 6-шы тапсырманы орындап, оны шығар. Қабырғалары 4 см және де 3 см болатын тік төртбұрыш сыз. Оның периметр мен ауданын тап. Демек, периметрін тауып көрейік. Тік төртбұрыштың периметрін табу үшін, оның екі қабырғасының қосындысын 2 есеге арттырамыз. 3 пен 4-тің қосындысын 2 есеге арттырсақ 14 см болады. Демек, бұл тік төртбұрыштың периметрі 14 см. Ал ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12 см-ге тең. Демек, бұл тік төртбұрыштың ауданы 12 см квадрат. 7-ші есеп бос орындарды толтыр. 325-ке 365-ті қосқанда өрнектің мәні 690-ға тең. 500 бен 196-ның айырмасы 304-ге тең. 254 бен 376-ның қосындысы 630-ға тең. 1000 мен 699-ның айырмасы 301-ге тең болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.